Сабағымыздың мақсаты аңыздың жанрлық ерекшеліктерін анықтау, шығарманы дауыстап түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп және теріп оқу. Балалар, ендеше оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықтың 6-шы бетін ашып қойыңыздар, онда бірінші тапсырмада айтылады. Нақыл сөзді түсініп оқы. Тіл сөзін сөз деп алып қайталап оқы. Өз ойыңды білдір дейді. Кәнекей, алдымен оқулықтағы жазылған нақыл сөзді оқиық. Ең тәтті де тіл, ең ащы да тіл, ең қатты да тіл, ең жұмсақ та тіл. Ал енді осы тіл сөзін сөзімен ауыстырып көрейік. Ең тәтті де сөз, ең ащы да сөз, ең қатты да сөз, ең жұмсақ та сөз. Балалар, неліктен деп ойлайсыңдар? Сөздің құдіреті дегенді қалай түсінесіңдер? Ендеше балалар, сендердің түсініктеріңді азғана толықтырып өтейін. Бір ауыз сөзбен адамды бақытты етуге де, көңілін қалдырып, мәңгі жау етуге де болады. Ұлы Абай тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деп текке айтпаған. Өкінішке орай, адамдардың басым көпшілігі сөздің осы құдіретін жете түсінбей, өздеріне де, өзгелерге де залалын тигізіп жатады. Қазақта аз сөз алтын, көп сөз көмір деген сөз бар. Көп сөйлеген адамның ішінде сыр қалмайды. Ол ішек қарына дейін өзгелерге көрініп тұратын рентген аппаратына түсірілген адам сияқты. Бақа күн ұзақ бақылдайды. Оның даусын естіген жылан жақын келіп, бақылдаған бейшараны жұта салады. Сөйтіп бақа бақылдау арқылы өзіне ажал шақырады. Сол сияқты адамдардың көбі ауыз жаппай көп сөйлейді. Және сөздерінің мәні жоқ болса да, соны айтады. Сөйлеуге де адам көп қуат жұмсайды. Яғни көп сөйлеген пенде қуатының көбін бос сөзге жұмсап, ысырап қылады. Ал көп сөзінің жеке басына еш пайдасы жоқтығы өз алдына өтірік, өсек айтамын деп, әлдекімдерге жек көрінішті болып та жатады. Не көрдіңіздер ме, балалар? Бір ауыз сөздің құдіреті өте үлкен. Ал бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз осы сөздің, бір ауыз сөздің құдіретін түсінген, өте ерте заманда өмір сүрген, қазақта аты қалған 3 биіміз туралы екен. Ал енді соның ішінде 3 бидің ішіндегі қаз дауысты Қазыбек би туралы. Қаз дауысты Қазыбек би 1667 жылы дүниеге келген екен. 1763 жылы дүниеден өткен. Қазақтың атақты биі, қазақ жүздерін басқаруды реттеу ниетімен Тәуке хан ұлы жүздің биі етіп Төле биді, кіші жүзге Әйтеке биді, орта жүзге Қазыбек биді тағайындайды. Халық ауыз әдебиетінде сақталып қалған аңыздар мен кейбір архивтік мәліметтер бойынша Қазыбек би Келдібекұлы Тәуке хан заңдарының жинағын өңдеуге қатысқан екен. Ал енді оқулықта осы қаз дауысты Қазыбек би туралы былай делінеді. Қаз дауысты Қазыбек би қазақтың 3 биінің бірі. Ол сыр бойында дүниеге келген. Жасынан шешендігімен, ойлы да әділдігімен, батыл да батырлығымен көзге түскен. Халық Қазыбек қазып айтады деп құрметтеген екен. Балалар, бала бауыр етің атты аңызды жинақтап, шешендік сөздер кітабына жинақтаған Серік Негемов екен. Серік Нығметоллаұлы Негемов. Ол 1948 жылы Солтүстік Қазақстан облысында туылған әдебиетші, шешендік өнер танушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Серік Негемов қазақ әдебиеттануы мен шешендік өнер зерттеу саласының
көрнекті өкілі екен. Балалар, енді аңыз әңгімемен таныс болайық, жақсылап мұқият тыңдап алыңыздар. Бала бауыр етің аңыз әңгіме. Қазыбек бидің елге белгілі болған кез екен. Бірде бір бала үшін дауласып, екі әйел алдына келіпті. Әйелдердің бірі: «Мынау баламды мен есім білмейтін жас күнде жоғалтып алып едім. Соны мына әйел тауып алды ма, әлде ұрлап алды ма білмеймін. Әйтеуір асырап алыпты. Бүгін баламды танып тауып алдым. Бірақ мына әйел өз балам деп бермейді» дейді. Екінші әйел тұрып: «Мынау босқа жармасып тұр. Бұл менің балам» дейді. Қазыбек екі әйелді мұқият тыңдайды, сосын ойланып отырып қалады. Сәлден кейін: «Бірің балаңды жоғалттым, енді бірің таптым дейсіңдер. Бірақ оның шын өтірігін білетін куә жоқ. Сондықтан мынадай билік еткім келеді» дейді Қазыбек би. Ол баланың екі қолынан екі әйелге ұстатып қояды да, өзі алдаспанды жоғары көтереді. «Екеуіңе баланы қақ бөліп берейін, осыған ризасыңдар ма?» дейді. Сонда балаға ие болып жүрген әйел: «Біреуге тірі бергенше жартысы болса да өзімде қалсын, бөлсең бөл» дейді безеріп. Ал баланы таныған әйел: «Ойбай, биек-ай, қайда жүрсе де тірі болсын, шаба көрмеңіз» деп безек қағады. Сонда Қазыбек би: «Бала мына жоғалтқан әйелдікі екен. Өйткені баланың амандығын тілеп тұр. Баласын өзіне бер» деп билік айтыпты. Көрдіңіздер ма, балалар, қандай керемет мәні бар аңыз әңгіме екен. Ал енді сөздік жұмысын дәптерге жазып аламыз. Алдаспан дегеніміз бұл қылыш екен. Безеріп, қатыгезденіп, жек көріп деген сөз. Безек қағады, жаны ауырады, шырылдайды деген сөз екен. Балалар, енді оқулықтың 7-ші бетіндегі салыстыру сызбасымен ауызша жұмыс жасайық. Мәтіндегі екі ананы салыстыра сипаттайық. Бірінші ананың соңғы сөзі қандай еді? Ал екінші ананың соңғысы сөзі қандай еді? Екеуіне ортақ сипат не? Кәнеке ойланайық. Яғни бұл сызбаны толтыру арқылы сендер асырап алған ананың қатыгез екендіктерін, ал туған анасының мейірімді екендіктерін түсінесіздер. Балалар, енді оқулықтағы 8-ші беттегі 5-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Яғни дәптерге жазамыз: «Меніңше Қазыбек би әділ қазы деп ойлаймын. Өйткені ол неліктен?» Немесе «Меніңше Қазыбек би әділ қазы емес деп ойлаймын» деп келіспейтін болсаңыздар, неліктен келіспейтіндеріңізді жазсаңыздар болады. Балалар, оқулықтағы 8-ші беттегі 6-ші тапсырмаға қарайық. Қазыбек бидің шешендік сөзін оқып жатқайт. «Адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын» жаттап аламыз. Кәнеке балалар, оқу арқылы үнсіз би шешендер не істеген, олардың кім екендіктерін білеміз. Би шешендер мемлекет қайраткері, саясаткер, бітімгер, елші, ақын, тарихи тұлғалар екен. Олар тарихта тапқырлығымен, шешендігімен, көрегендігімен, даналықпен есте қалған екен. Не істеді? Ақыл айтты, бітістірді, дауды шешті, ел басқарды. Балалар, үйге тапсырма мәтінді оқып, түсінік айтасыздар. Ал сабақтың соңында өзіміз бағалап жіберейік. Смайликтер арқылы тиісті смайликті дәптерімізге саламыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.